Ашаршылықтағы жан түршігерлік оқиғалар куәгерлер көзімен қаз қалпында екінші бөлім. Мауия Тасекеева 1905 жылы туған. Мойынқұмға арқадан ауып келгенбіз. Байдың қыз келіншектері алтын күмісті кебекке айырбастайтын. Әкем бізді далаға шығармайтын. Ештеңесін алмаңдар, алтыны өздеріне дейтін. Кейін Жамбылға кетіп бара жатып, жолда талайды көрдік. Бір шал 5-6 жасар баланы жеймін дейді. Кемпірі таласып бермейді. Ақыры кемпірі баланы алып бөлек кетті. Жұлдызай Смайылова 1917 жылы Іледе туған. Сол жылы қыс қатты болды. Ішуге тамақ жоқ. Ел қырылып қалды. Еркектердің көбісі тамақ үшін қойнындағы қатындарын қырғыздарға сатқан. Малдың бәрін тартып алған. Ел атқұлақ, шырмауық, жаужұмыр, желкек, қоян шөп деген шөптерді қорек қылды. Өлең дейсің бе? Әй қайдам есімде қалмапты. Оянған ұлтымыз, жанқияр жұртымыз, біз совет құратын ұйымның кілтіміз. Осындай өлеңдер шығар, ұмыттық қой. Әліқұл Абданбаев 1912 жылы туған. Біз байдың баласымыз, құмда тұрдық. 1928-29 жылдары кәмпеске жүрді. 1930 жылы әкем 3-4 күн ауырып өлді. Халық жауы дегенге ілікпей қалды. Өлмегенде ит жеккенге кететін еді. Өкімет малды сыпырып алды. 1931 жылы Луговой, Әлиата, Меркі жаққа қаштық. 1932 жылы Қырғыз асып, Қарабалта, Пішпек, Ақсуға аудық. Қарабалтада өлгендерді жинап, өзекке төгіп, өртегендерін көрдік. Өзімізді өзімізге айдап салатын. 40 жыл қырғын болса да, ажалды өледі дегендей, сол ашаршылықтан тірі қалдық. Қырғызда жүргенімізде қырғыз кемпірі картоп ектіреді. Түнде барып, сол еккен картопымызды қазып алып жейтінбіз. 1933 жылы ағам мені ауылға ертіп әкелді. Көрмегеніміз жоқ. Есек жедік, ұстасақ тасбақа, қарғаның балапанын жедік. Жау жұмыр деген тамыр жесті жабайы өсімдік бар. Картоп сияқты. Соны отқа көміп жейміз. Көп жей берсең, ол да ауру қылады. Жұмжыма Назарқұлов 1912 жылы туған. Киіз, арқан, көң пісіріп тапсақ, тасбақа жедік. Ашаршылықта көп адам қырылды. Тасбақа демекші, ол құр шандыр болады екен. Жұмыртқасы көп болады. Біздің жұртта 5-6 үй қалған. Әлімбай дегеннің тамына барса, іші тола бас дейді. Көбі әйелдікі. Содан осы әйелдерді өлтірген Бейсенбай деген дәу жігітті үкімет ұстады. Сабыр Ахметов 1920 жылы туған. 1932 жылы Гулевкадан интернат ашылды. Оны ұйымдастырған Қазақстан басшыларының бірі Ораз Жандосов болатын. Мені сонда берді. Интернатта көп бала аштықтан, әрі аурудан өлді. Өлгендерді сүйретіп апарып, шұңқырға көмді. Бірде тышқан аулап жүріп, бірге кездесіп қалдым. Шашы жалбырап мені басталғаны. Ары бері жұлқынып, әзер босанып шықтым ау әйтеуір. Әйтпесе, әлгі кемпірге жем болатын едім. Мәке Молдабеков Алматы Оязы Қаракемер ауданы Сартау ауылында 1910 жылы туған. Сол кездері көрнектіні көрге тық, ортаншыны орға тық, кедейдің кеңірдегін сық деген ұран шықты. Ешкімді аяған жоқ.
1931 жылы Қарағанды Балқаштан Жалаңашқа 300 түтін алып келді. Ел онсыз да аш. Берейін десе өздерінде еш нәрсе жоқ. Солардың ішінде өздерінің аштан өлген балаларын пісіріп жегендер болды. Мысалы, Жүсіпбек деген шал өзінің аштан өлген баласын пісіріп жеген. Балаларын жұртқа орап тастап кеткендер де өте көп болды. Себебі оны көтеріп жүруге шамасы жоқ болатын. Махан Құрманқұлов 1924 жылы туған. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Жаңатұрмыс ауылы. Басқалар сияқты біздің де малымызды тартып алды. Әкем Құрманды ауқатты деп айдап әкетті. Әкемнің інісі Молдағылды Байсеркеге оқуға алып кетті. Молдағыл ол жақтан қашып келіп, жанына балаларды жинап, ұрлық, тонаушылық жолына түсті. Молдағыл келе жатыр дегенде бүкіл орыс, қазақ, ұйғырлар тік тұратын. Ол үкіметке де бағынбады. Сол ашаршылық кезінде біздің үйге бір орыстың сиырын ұрлап әкеліп сойып берді. Сол сиырдың етін түнде асып жеп, күн көріп, аштан аман қалдық. Мен мектепте оқитынмын. Өзім толық болдым. Молдағыл ағам біреулер сойып жеп қояды деп мені мектепке жібермей қойды. Заагүл Молдабайқызы 1908 жылы Қапалда Күреңбай қыстауында туған. Аштық жылы үйде тығылып отырып тамақ ішетін едік. Базарбек деген кісінің есік алдында аштан бұратылып өліп бара жатқанын өз көзіммен көрдім. Сол кезде адам сыйлау деген жойылған болатын. Бір туысымыз отбасын алып бажасыныкіне барса, бажасы жақтырмай тек балдызын алып қалып, күйеуін жас баласымен кіргізбепті. Ол кісі баласын көтеріп, зираттың қасынан өтіп бара жатып, ашық тұрған бейітке баласын тастап кеткенде өзі қаңғып жүріп өлген екен. Өтеген Молдабаев 1906 жылы Майбұлақ колхозы Жүзім ауыл советінде, қазіргі Шымкент облысы Ленин ауданы Жаңабазар сельсоветінде дүниеге келген. Ашаршылық кезінде әке-шешем мені тастап Ташкентке қашып кеткен. Сол кездерде тақиядайынан 10 сом болатын. Сонымен бірге ашаршылыққа оба ауруы қосылды. Үзім бала Оразова 1907 жылы қаңтарда Қызылағаш селосында туған. Бір шал қайтыс болған екен. Бұрын бай болған. Жерлегеннен кейінгі түні 2 жас жігіт қазып алып жеген. Ақадырда ел жағынан туысымыз болған. Сол кісінің 2 ұлы болатын. Бірі 3-те, екіншісі 6-да. Туысымыздың көршісі. Жейтін тамақ жоқ. Балаларыңа не бересің? Қалай асырайсың? Олар сені өлтіреді. Не болмаса аштан бұратылып өзің өлесің. Одан да біреуін сойып жейік деп азғырған. Содан екеуі үлкен ұлын үйіне сойып жепті. Қанша дегенмен ет таусылып, екінші ұлын да сойып жеген екен. Кейіннен сол кісі әйелі екеуі мосы мен шөңкені алып дала кезіп кетеді. Бір күні Қапалға барып, жалғыз қайтып келе жатқанмын. Өзім ол кезде денелі етті болатынмын. Сөйтсем әлгі туысымыз қырман маңында қаңғып жүр екен. Мені көре салып қуалап берді. Қанша айтқанмен адам етін жеген әлсіз болады ғой деймін. Мені қуып жете алмады. 2-3 күннен кейін ауыл адамдары Ерболсын мен әйелінің мая түбінде өліп қалғанын көріпті. Бұл оқиға Наурыз бен көкек айының арасында болған еді. Мәжікен Сәрсенбаев 1924 жылы туған. Сол кездері терезеден қарай қалсақ, көшеде өліп жатқан қазақ. Жұрт оларды аттап өтеді. Адам өліп қалыпты деп жатқан ешкім жоқ. Өне бойы ісіп кеуіп, көзінің алды күлкілдеп, аяғын әрең алып бара жатқан аш арықтар.
күні-түні есік бекітулі, тірі жанды үйге кіргізу жоқ. Кіріп келсе, шамасы барлары өңештен өтетінді тартып, ішіп жеп кетеді. Тезекбай Құсайынов 1927 жылы Іле өңірі Сартауқым деген жерде туылған. Көп деген үйлер қаңырап бос қалған. Сол үйлерден шеңгел, шүй түбінен шашылып жатқан адам өліктерін көретін біз. Адам өлімі, мал өлімі құрлы болмаған. Негізі кісі етін жеу Ақкөлде болған. Сол жерде өте қалың шеңгел бар еді. Ортасында Бақанасқа қарай шығатын жол бар. Шеңгел түбінде бұғып жатып, бір-екі адамды ұстап алатын көрінеді. Адамды ұстағанда ойбайлайтындықтан ол жер ойбай шеңгел деп атанған. Оқылған естеліктер Казудың тарих факультетінің профессоры Қамбар Атабаев жетекшілік ететін 32-нің зұлматы үйірмесінің материалдарынан алынды. Естеліктерді 1990-91 жылдары куәгерлер аузынан жазып алғандар Г. Байсеркеева, Амангелді Әліпбаев, Самат Ахметов, Дархан Жақсыбеков, Дина Иманбаева және тағы басқалар. Мәтін Алаш айнасы электронды газетінде жарияланған.